И сәлем достар, сіздермен Геймер. Достар, сіздерге бүгінгі видеода мен ютубқа стримді қалай жасайды бір жазылушым маған сұрақ қойды, солай соны видеоға түсіріп жібергім. Стрим жасау үшін ең бірінші менеджер видео деген болады, каналға енге кірсеңіздер менеджер видео деген болады, соны білетін шығарсыздар. Және сосын код шығады, соның ішінде прямо начать эфирге кірісті. Содан кейін начать эфирге кіргеннен кейін значок қойылады. Компьютерный игры не ойнайсыз, соны білесіздер. Компьютерный игры открыть вкладку. Және осыны копировать етіп аламыз. Ол үшін бізге OPS деген программа керек. Соны настройки дегенге кіреміз. Соны настройын береміз. Помещение и соған кіреміз де соған жаңағы мына жерде заключить деген бар ғой, показать десем нелер шығады, пароль шығады. Короче, соны копировать етіп аламыз. И копировать болдық. Осып соны үйретеміз. Оқытып басамыз. Запустить трансляцию деген басамыз. Болды. Мына эфирге қатысып кетеміз. Эфирге шығу керек. Неге запуск. Эфирге. И осылай достар, оңай стрим жасау сөйтіп жасайсыздар. Қиын емес. Сіздермен болған Геймер. Мен сіздерге кездескенше сау болыңыздар.